Көктамырдан қан алған кезде мына қателікті жасама. Көбісі қан алумен көктамырға укол салуды шатастырып жатады. Қан алған кезде біз жгутты шынтақтан 2 см етіп жоғары саламыз. Өзімізге шешілу өте ыңғайлы болу керек. Одан кейін қажетті мөлшердегі қанды алып болғанға дейін жгутты шешпей ұстаймыз. Қажетті мөлшердегі қанды алып боламыз, одан кейін барып жгутты шешеміз. Ал укол система салған кезде оны сәл ерекшелігі бар. Бірінші, дәл солай 2 см жгутты өзімізге ыңғайлы етіп саламыз. Біз көктамырға түскеннен бойдан бастап жгутты шешеміз. Одан кейін барып дәрі-дәрмектерді жібереміз. Ең басты айырмашылық осы жерде жатыр. Ешқашан естен шығармаңыз. Укол салған кезде дәріні жгутты шешпей жіберіп жүрмеңіздер. Ол жерде осложнение болуы, көктамырдың ісіп кетуі әбден мүмкін. Келесі, көктамырға укол салған кезде оның белгілі бір градустары бар. Сол градустарды сақтау өте маңызды. Ол 25-30 градуста көктамырға укол салынады және сол градуста қан алынады. Ең басты ережелер: көктамырға укол салғанда да, одан қан алғанда да адамның тамырын, сол имені укол салынатын жерді, инемен тесетін жерді 3 рет немесе 5 рет мақтамен тазалау өте маңызды. Қажетті мөлшердегі қанды алып болғаннан кейін немесе укол салып болғаннан кейін пациенттің қолын бүгуін обязательно сұраңыздар. Кейбір пациенттер бар, қолын бүкпейді, одан кейін ол жер көгеріп кетіп жатады. Сондықтан да қолды кемінде 5-10 минут бүгіп жүру өте маңызды.